Құрметті YouTube арнасының көрермендері, біз жаңартылған бағдарламаға қатысты сұхбатымызды одан ары жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ тілі пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілі оқу бағдарламасы туралы болады. Біз бұл жерде қандай мәселелерге тоқталамыз? Біз бұл жерде осы үлгілі оқу бағдарламасының маңызы, мазмұны, содан кейін қалыптасатын тілдік дағдылар, оқу мақсаттарының жүйесі және ұзақ мерзімді жоспар деген мәселелерге тоқталамыз. Осы жерде біз осы сұхбатты неге ұйымдастырып отырмыз? Сұхбатты ұйымдастыру, сұхбатты дайындау барысында біз қоғамда осыған қатысты айтылып жүрген түрлі пікірлерге, сыни пікірлерге назар аудардық. Оны жаңағы үлкен білім беру саласында өткізіліп жүрген үлкенді кішілі жиындарда айтылып қалып жатқан мәселелер, сосын әлеуметтік желінің бетінде жазылып жатқан мәселелерге назар аударып, соның ішінен өзекті дегендерін алып қарастыруға тырысып отырмыз. Бүгінгі біздің сұхбатымызға Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты, тренер Руслан Арзиевті шақырып отырмыз. Руслан, уақыт бөліп келіп отырғаныңызға рахмет. Енді неге біз Русланды шақырып отырмыз? Себебі осы жаңартылған бағдарлама деген жалпы атпен айтамыз, бірақ бұл бағдарлама басында деңгейлі бағдарлама деген атпен басталды. Ол осының негізі ғылыми теориялық негізі бастауы десек те болады. Сол деңгейлі бағдарламадан басталған осы білім беру жүйесіндегі осы өзгерістердің басы қасында жүріп, ең алдымен Астанадағы педагогикалық шеберлік орталығында Кембридж университеті білім беру факультетінің мамандарынан арнайы мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін тренерлерді дайындау курсынан өтті. Яғни жаңағы түпнұсқадан білім алды. Сол үшін екіншіден сол өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында бірнеше жыл деңгейлі және жаңартылған бағдарламалар бойынша тренер болып жұмыс істеді. Сол істің енді ішінде тікелей ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген маман ретінде біз бүгін жақсы бір ортақ сараптама жасаймыз деп ойлаймын. Оның үстіне қазіргі енді бағытты және ол өрлеуге дейінде Қазақстандағы педагог кадрларды дайындайтын алдыңғы қатарлы оқу орындарының бірі Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің қызметкері ретінде осы мәселені ғылыми жағынан да, практикалық жағынан да қарастырып жүрген маман деп есептейміз. Сондықтан сұхбатымыз мәнді, мазмұнды, сіздерге пайдалы болады ғой деп ойлаймын. Егер сіздердің тарапыңыздан да бір көкейіңізде жүрген сұрақтар болса, айтатын ұсыныс пікірлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдыруларыңызға болады. Біз оларды оқып, кейін қажетінше жауап беру қажет болып жатса, немесе бір пікір айтып толықтыру қажет болып жатса, келесі осындай материалдарды дайындаған кезде ескереміз. Енді іске сәт, жақсы бір сұхбат болады ғой деп ойлаймын. Осында енді мен бір жазып алған біраз материалдарым бар. Ол жаңа өзім айтқан әлеуметтік желілерден, сосын жиындардан жазылған материалдар. Мұнда мынандай бір пікір бар. Жаңартылған білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеті оның ішкі мазмұнына сәйкес келмейді дейді. Соны енді сіз мына қазақ тілі пәнінен жаңартылған мазмұндағы мына үлгілік оқу бағдарламасының негізінде осы маңызына тоқтап кетсеңіз. Жақсы рахмет. Енді осы бағдарламалардың өзінен бөлек осы бағдарламадағы негізгі ерекшеліктері бір түсініктеме хат бар. Арнайы сол педагог шеберлік орталығынікі жазған, немесе назар зерттеу университеттерінікі мамандар жазған сондай түсінік хат бар. Түсініктемеде осы жалпы тілдік пәндерді оқыту, бұрынғысынша дәстүрлі білім беруде тілдік пәндерде негізінен грамматикаға, теорияға көбірек мән берген болса, енді осы тілдің функционалдық, коммуникативтік жағына көбірек мән беру мәселесі қойып тұр. Бұл неден шығады десеңіз, тағы да сол жаңағы пизаның талаптарынан шығады. Пизаның талаптары да сол жаңағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту деген сөз. Енді функционалдық сауаттылық деген ол
жалпы осы мектепте алған білімін өмірде қолдана білу мәселесі. Ол біз мектепте не үшін білім аламыз? Оны өмірде қолдану үшін. Демек біз мектепте өмірге қажет қаншалықты көбірек білім алсақ, демек бізге соншалықты ол алған біліміміздің пайдасы тиеді. Ал егер де біз өмірде басқа мәселе, мысалы мектепте басқа болып қалатын болса, ол кезде оның тиімділігі онша болмауы мүмкін. Мысалы дәстүрлі білім беру жүйесінде мысалы біз ана фонетикадан, дыбыстан бастап, ана құрмалас сөйлемге дейін оқытамыз. Сол өмірде қаншалықты керек болады? Соны мысалы ойлап көріңіз. Мысалы қазақ тілі пәні, жалпы тілдік пәндер деген мектептегі негізгі пәндердің бірі. Қаншама уақыт оқушы осы пәнге өзінің уақытын, энергиясын бөледі. Кейін өмірде соның қаншасы оның пайдасы жарайды. Алатын болсақ, сол кезде біздің анау беріп жатқан теориялық білімдеріміз көп уақытта өмірде пайдаланбайтын білім. Кейде осы 11 сыныпты аяқтап отырып, әдеттегі бір іс қағаздарын жаза алмайтын өмірбаян немесе бір өтініш жаза алмайтын бір қарасаңыз анау фонетиканы біледі, морфологиясын, синтаксisen біледі тілдің. Бірақ өмірге керек, мысалы бір жұмысқа орналасам десе, өтініш жазу, өмірбаян жазу дегенде проблема туындайды. Бұл не дегенде тағы да сол жағы функционалдық жағына мән бермеген бір мәселесі. Сондықтан мына жаңартылған білім беру бағдарламасы деген өткенде айтылып өтті, бұл пиза және оқушылардың функционалдық сауаттығын зерттейтін бұл халықаралық бағдарлама. Бұл бағдарламаны өткенде айтып кеттік. Дамыған елдердің, 30 дамыған елдердің мамандары жасап шығарған бағдарлама. Әр 3 жыл сайын сол бірде мысалы оқу сауаттылығынан болса, бірде математикалық сауат, бірде жаратылыс ғылымдары бойынша сауаттар тексеретін бұл бір халықаралық бір жақсы бір жолға қойылған жүйе. Сол жүйенің мақсаты сол. Біз мектепте беріп жатқан біліміміз қаншалықты өмірге байланысқан деген мәселеге қаратылған. Шын мәнінде біз қай мысалы математикадан болсын, географиядан болсын, қай пәннен болсын алған біліміміз біздің өмірге керек білім болу керек. Егер де ол алған біліміміз өмірге керек болмайтын болса, ол енді шын мәнінде ол пайдасыз білім, босқа кеткен уақыт қолы. Тілдік пәндерде де дәл осы мәселе қарастырылған. Енді ол не дегенде жаңағы тілдің функционал коммуникативті мақсатта оқыту деген шын мәнінде тіл не үшін керек бізге? Сөйлеу үшін, оқу үшін, жазу үшін, тыңдау үшін керек болса, демек осы 4 негізгі тілдік дағды үшін керек. Біз оқушыларымыздың осы 4 тілдік дағдыларын дамытуымыз керек. Ең бастысы сол. Тыңдап түсіну, сосын өзінің ойын дұрыс жеткізіп, дұрыс айта білу, оқыған нәрсені дұрыс қабылдау, сосын ең маңыздысы сол мен жоғары деңгейде дағды жаза білу сауатты. Жақсы, рахмет. Енді бұрынғы жаттап алу, жаттап айтып беру дегеннен гөрі қолдану деген мәселе бірінші орынға шығыпты осы жаңартылған бағдарламада. Қолдануға қажетті білім алу. Енді осы жерде айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым деген 4 дағды, осы 4 дағды бойынша қазір жаңартылған бағдарламаның оқу мақсаттары да, тапсырмалары да бәрі осы 4 дағдыға негізделген. Бірақ енді қайтадан айналып келгенде біздің жаңағы жоғары оқу орнында қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін, сол уақытта маман дайындайтын әріптестеріміздің бір қатары осы айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым дағдыларын бұл дейді ана екінші тілді оқыту, шет тілін оқыту әдістемесіне негізделіп кеткен дейді. Осы тұрғыда не айтасыз? Жалпы тілді оқып үйрену деген, ол не үшін деген сұрақтан туындайды ғой. Біз не үшін тілді оқып үйренеміз? Біз егерде тілдің грамматикасын оқып үйренеміз дейтін болсақ, бұрынғы дәстүрлі білім беру бойынша біз сол ары қарай грамматиканы кете береміз дейтін болсақ, ол басқа мақсат, басқа жүйеде оқып үйрену. Ал біз тілді өмірге пайдаланамыз деп оқып үйренетін болсақ, ол қай тіл болмасын бәрібір. Ол ана тіл бола ма, үйренетін тіл бола ма? Мысалы, мектепке барған бала ол әлі өзінің ана тілін тек мынау 7 жасқа дейін үйренгені, 6 жасқа дейін үйренгеннен басқа оның алда үйренетін мәселелер көп. Оның үйренетін мәселелері
тыңдалым енді қалыптасқан болса да, демек айтылым мәселесінде, бәрібір оқылымда, жазылымда, осының бәрінде оның жетілдіретін мәселелер өте көп. Бұл мысалы 6-7 жасқа дейін бәрі қалыптасып кетеді деуге болмайды. Тек сол қалыптаса, тыңдалым дағдысы қалыптасады. Сондықтан да мынау Т1 дейміз, Т1 дегеніміз ол мысалы қазақ тілде білім беретін мектептерде қазақ тілі бұл жерде мысалы тыңдалым мен айтылымды екеуін қосып бір дағды ретінде береді. Ал енді қазақ тілін мысалы орыс мектепте, басқа мектептерде оқытатын болса, ол кезде тыңдалым бөлек, айтылым бөлек беріледі. Олардың оқу мақсаттары да бөлек болады. Себебі мысалы орыстың бір оқушысы қазақша үйренетін кезде оның тыңдалым дағдысы қалыптаспаған. Сондықтан тыңдалым дағдысын қалыптастырудың да өзінің нақты қадамдары бар. Ол нақты қадамдар деген жаңағы оқу мақсаттары. Сондықтан біз жаңағы функциялық сауаттылық дегенге тағы да келеді. Біз осы ектен осы біз екіге көбірек мән береміз, соғыныкі мәселелер ғой дейтіндерде сол бұл мәселеніңкі жаңағы негізгі тілді оқытудың мақсатына байланысты екендігін мән бермейтін сияқты біз тілді өмірде пайдаланатын бір дағды білім ретінде қалыптастыруымыз керек өзіміздің бойымызда, оқушыларымыздың бойында. Жарайды айтатын мысалы сол бұрынғы дәстүрлілік бойынша грамматиканы оқыдық дейік. Біріншіден сол грамматиканы оқыған кезде біздің оқушыларымыздың тек жаңағы біз оларға білім береміз. Бағана өзіңіз айтқандай жаттанды нәрсе, зат есім деген не десе соны біледі. Мысалы мынау етістіктің рай категория екен деген біледі. Бұның таксологиясы бойынша алатын болсақ, тағы да анау білу деңгейі. Енді соларды сөйлемдерді, мәтіндерді табатын болса, және қолдану деңгейіне барсын, одан ары кетуі тағы да қиындау болады. Ал функциялық сауаттылық бойынша жұмыс ұйымдастыратын болса, демек оқушы мәтінге негізделіп жұмыс істейді. Мәтінге негізделіп жұмыс істегеннен кейін сол мәтін бойынша, мәтіннің тақырыбы, мәтіннің мазмұны бойынша жаңағы төрттілік дағдыларын қалыптастырады. Ол енді лексикалық тақырыптар деген бөлім бойынша беріледі. Ол лексикалық тақырыптар деген осы өмірде кездесетін барлық салаларды өз ішіне алады. Демек, мынау қазақ тілін үйренген кезде оқушы ертең қоғамда өзінің кездесу мүмкіндігі болған барлық салалар бойынша сөздік қор қалыптастырады. Сол салалар бойынша тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастырады. Демек, бұл шын мәнінде қазіргі қоғам, тек біздің қоғамымыз әрқандай дамыған қоғам, өзінің азаматтарының функционалдық сауаттылығы жоғары болатын қалаған қоғам үшін қажет нәрсе. Біз теориямен енді ол егер бұл физика болатын болса, ол мысалы физиканың да, химияның да бүкіл теориясын бәрібір мектепте бермейді. Бірақ ол физика деген, жаратылыстану пәндер дегендің мәселесі сәл басқаша, тілдің сәл басқаша. Тілдің қолдану мәселесі ол адам үшін өте маңызды, күнделікті қажет ететін нәрсе. Ал мысалы химияны, математиканы неге сол өзінің теориясымен береміз, неге тілді теориясымен бермейміз деген сұрақ туындап жатқан болса, ана теория ол таза ғылыми бір теория кетеді. Ол енді мысалы оларды да функциялық сауаттылық бойынша бейімдеуге болады. Мысалы химиядан мысалы қазір өмірдегі тұрмыста қолданатын химияның әртүрлі нелері бар, бірақ соны да мысалы өмірге байланысып кетуге болады, бірақ тілдің мақсаты бәрі басқаша. Бұл енді халықаралық тәжірибе, тыңдалым, айтылым, оқылым негізінде тілді үйрету деген ол халықаралық тәжірибе. Сондықтан сол мәселеде қалу керек. Оның үстіне біз оқу мақсаттарына қарайтын болсақ, сол жерде оқу мақсаттары жай бір оқу мақсаттары емес, солардың барлығы шын мәнінде оқушының жаңағы біз айтып жатқан синтоптан ойлау, шығармашылықтан ойлау, белсенділік жоғары бір азаматтық тұлғаны қалыптастыру деген мәселенің бәрі сол жерде бар. Сол жердегі әр оқу мақсатына былай терең үңілетін болса, шын мәнінде сондай бір тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқу мақсаттары. Ол жай жазып қойған құр сөздер емес. Мынандай жазып қойсақ, мына қазіргі мода бір терминдермен жазып қойсақ, бұл жақсы көрінуі дегенмен, бірақ оның нақты жүзеге асыру механизмі берілген бұл бағдарламасында. Жақсы. Енді мен өзім осы соңғы жылдары жоғарғы оқу орнында мынау практикалық қазақ тілі дейміз, орыс аудиториясында қазақ тілі, екінші тіл. Сол қазақ тілінен сабақ беремін. Қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі. Сол кезде
Менің байқағаным жаңағы 4 тілдік дағдыны айтып отырмыз, соның тыңдалым дағдысы бойынша тапсырма берсем, жаңағы аудиториядағы студенттердің кей топтарда бірде-бірі аны тапсырманы орындай алмайды. Бірде-бірі орындай алмайды. Себебі олар мектепте тыңдалым дағдысы бойынша, жаңағы тыңдалым бойынша жұмыс жасамағаны бірден көрінеді. Тіпті жақсы оқиды деген студенттердің өзі тыңдалым дағдысы бойынша жаңағы бір аудиоматериалды қойып, сол бойынша тапсырма берсем, не істерлерін білмей, көздері бақырайып, түк түсінбей отырады. Мысалы, тапсырманың біреуі мынандай болады. Қазіргі мына аудиоматериалдан тыңдап, мысалы, бұл аудиоматериал 2 минут болады, 3 минут болады, 4 минут болады деп алдын ала айтасың. Осы аудиоматериалды тыңдап, осының ішіне, мысалы, 4-5 тапсырманы мен бірден беріп тастаймын. Соның біреуі кілт сөздерді табыңыздар. Соны студенттер отырады. Біз мына мәтінді оқымасақ, ол қалай табамыз кілт сөздерді дейді. Сонда олардың тыңдау арқылы да сол мәтіннің кілт сөзін табу дағдысы 0 деп айтуға болады. Ол біріншіден жаңағы мектепте ол бойынша жұмыс істемеген деген сөз. Біріншіден, екіншіден тыңдалым дағдысы дегенде біз ана 4 айтылым, тыңдалым, жазылым, 4 дағдымен жұмыс істегенде біз ана оқушының немесе студенттің миының барлық жаңағы барлық деңгейлерінде жұмыс істейді. Жаңағы тыңдауда мидың бір учаскесі жұмыс істейді, оқығанда бір учаскесі, жаңағы айтқанда, тағы басқа. Сол сияқты біз оның тіпті басқа мына тапсырманы орындағаннан басқа ана оқушының немесе студенттің миының қалыпты дамуына әсер етеміз. Содан кейін жаңағы аудиоматериалды қойып, осының енді идеясын табыңдар десең тағы да айтады. Оқымасақ қалай табамыз идеясын. Сонда тыңдау арқылы да ананың мәтіннің идеясын табу мүмкін екен ау деп ойламайды. Тағы да бұл жерде біз бір талай артта қалып жатқанымыз көрінеді осы студенттердің жұмыс барысында. Дұрыс, мысалы, үйреніп жатқан тілді тек оқып қоймай, ол өмірде мысалы ауызекі сөйлеуді көп кездеседі ғой, солай оқыған, мысалы, өзара қарым-қатынас деген ауызекі түрде жүзеге асады, ол ауызекі түрде жүзеге асады деген сөз, ол бірінші кезекте тыңдалым керек. Егер тыңдалым дағдысы қалыптаспаса, ол не айтатынын түсінбей қалуы мүмкін. Мысалы, кейбір сөздерді оқығанда басқа, айтқанда басқаша болады. Мысалы, орфографиясы дейміз, орфографиясы дейміз. Демек, ол мәселелерде сол тыңдалым дағдысы дұрыс қалыптаспай, оларды ажырататын сөз болады. Мысалы, жаңа сіз айтқан мәселе бойынша, соны мысалы мектепте қалай берілген, мысалы, сіз студенттерді айтыңыз, мысалы, оқушылар қазір қалай жұмыс істеу керек деген кезде, мысалы, осы тыңдалымды алатын болсаңыз, мысалы, тыңдалымдың 5-ші сыныптың оқушысы тыңдалым бойынша тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау. Мына қайсысы береді ма? Қазақ мәдени. Демек, осы болжау мәселесі, тірек сөздер арқылы болжау, тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпарат анықтау. Қарасақ, 5-ші сыныптың оқушысы тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну керек және нақты ақпарат анықтау керек. Мысалы, күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Жаңағы бәрі сол тыңдалым материал негізінде тыңдайды, сосын осындай деңгейдегі жұмыстарды жүзеге асыру керек. Бұл 5-ші сыныптың оқушысы. Демек, 5-ті бұл ана бірінші, екінші, үшінші сыныптарда қалыптасады, соларды да сол дағдылар қалыптасады негізі екінші екенде. Ал қазір 5-тен алатын болсақ та, демек 5-ші сыныптан бастап осындай, бұлай қарасаңыз, бұл да өте онша жеңіл емес, солай ма? Демек, мәтінді бәрі тек тыңдайды, екі рет тыңдауды негізде. Содан кейін сол мәтіннің мазмұнын түсіну керек. Демек, ол тыңдай отырып, демек, сол әрбір сөздің лексикалық мағынасын білу керек, сосын жалпы мазмұнын түсіну керек, сосын жаңағы нақты бір тапсырма болса, жерде нақты ақпарат анықтау керек. Нақты ақпарат қайсысы, анау ма, мына ма. Демек, бұл жерде тек тілді аударым өзі түсініп қана қоймай, арқылы ойлау да мәселесі бар. Тоқтар, мынау мәтіндегі, мен тыңдалым мәтіндегі нақты ақпарат қайсы мына жердегі. Анау ма, мынау ма. Демек, мынау мәтінді тек бұлай автомат түрде бір аударма ретінде қабылдамайды. Мәтінді осы шығармашылық тұрғыдан қорытып жатыр оқушы. Ары қарай дамытып жатыр, ойланып жатыр. Мынаның нақты ақпараты не? Бұлай қарасаңда 5-ші сыныптың бір оқу мақсатында солай айтып жатса, ол ары қарай бұл тағы да 11-ге дейін барады ғой деймін осылай. Енді осы жүйемен ары қарай жүретін болса, мысалы мемлекеттік тілді меңгеру мәселесі елімізде меніңше ол
оңай шешетін нәрсе. Егер шын мәнінде осы жаңартылған білім бағдарламасы мысалы екінші тілді үйрету бойынша осы оқу мақсаттарын біздің мұғалімдеріміз дұрыс оқулықтарды осыған сәйкес дұрыс жазып, дұрыс жұмыс ұйымдастыратын болса, ол мәселе шешеді. Себебі мына қалған тәжірибе. Өткенде айтылды ағылшындардың тәжірибесі деп. Ағылшындар өздерінің тілін бүкіл дүниеге үйретіп жатыр. Олар да мысалы ең көп тәжірибе соларда жиналған болуы мүмкін. Өздерінің басқаларға екінші тіл ретінде ағылшын тілін үйрету бойынша. Ол тек ағылшындардың емес, ол бүкіл жүзінде қазір ол барлық жерде жүріп жатқан тәжірибе сондықтан. Енді халықарадағы ең жақсы тәжірибелер. Жақсы әріптестер, ата-аналар, жаңа студенттердің мысалын келтіріп отырмын. Соған қарап, енді барлық мектептерде деуге болмайды, бірталай мектептерде мына үлгілі оқу бағдарламаларының талаптары орындалмай жатқанын байқауға болады. Мына біздің орта мектеп мұғалімдерінің көпшілігі сол өздерінің дәстүрлі стиліне кетіп қалып жатқанын, көбінесе сол оқу жазу деген мәселелерге көп көңіл бөліп жатқанын байқауға болады. Ол жаңағы дәстүрлі стильден арылып, жаңартылған бағдарламаны игеру керек. Көбінесе өздері мектепте оқымаған бір тапсырмалар кездесіп қалса, ой, мынау керек жоқ, біздің кезімізде бұндай болмау керек еді, болмап еді, баланың миын аштып дегенді еститті, ана бала да одан сайын оқығысы келмей қалады. Керек жоқ екен ғой, менің әке-шешем айтып отыр екен деп. Сондықтан да ата-аналар өздерінің біздің кезімізде осындай болмады дегенді айтып, баланың ынтасын одан әрі жоғалтуға қажеті жоқ. Біздің кезімізде көп нәрсе болмаған осы қазір біз өмір сүріп жатқан қоғамдағы. Сондықтан да мына оқуда да ілгерілейді, оқуда да өзгереді, оқуда да жаңа тапсырмалар пайда болады, оқуда да жаңа әдістер пайда болады. Ата-аналар соны ескеріп, керісінше біздің кезімізде мынау болмап еді, сендерге жаңа нәрсе үйретіп жатыр екен ғой деген сияқты балаларды ынталандыру керек деп ойлаймын. Енді келесі бір нәрсе, осы біздің тағы да әріптестеріміз, мына қазақ тілі мен әдебиетінің мамандары, сол мамандарды даярлаушы жоғарғы оқу орнының мұғалімдері, жаңа оқу мақсаты. Мына үлгілі оқу бағдарламасында берілген оқу мақсаты, ол оқу мақсаты қиын, күрделі, ол оқу мақсатын дейді мына үлгілі оқу бағдарламасындағы әр мұғалім өзі қойса дұрыс болар еді. Соған байланысты не айтасыз? Енді осы бағдарламадағы ең бір жақсы жасалған, ең бір керемет мәселе не десе, осы оқу мақсаттарының жүйесі. Бұл оқу мақсаттарының жүйесі шын мәнінде өте мықты мамандарының қолынан шыққан нәрсе. Бұл кесте ретінде берген оқу мақсаттарының жүйесі бұл көлденеңінен тегінетті спиральді қағидатына негізделген. Бұл енді ұзақ жылдық халықаралық тәжірибенің жақсы бір нәтижесі. Енді бұрынғы дәстүрлі білім беру жүйесінде бұл бір тақырып бойынша әрбір мұғалім өзінің деңгейіне қарай бір сабақ мақсатын қояды. Сол сабақ мақсатын енді бәрібір қайда болмасын, мұғалім өзінің деңгейіне бейімдеп қояды сабақ мақсатын. Ал мына жерде ондай емес, бұл жерде бұл бір тұтас бір технология жұмыс істеу керек. Бұл жерде мысалы бір сабақ, мысалы бір оқу мақсаты бір оқу мақсатын алайық, мысалы 5 сыныптың бірінші оқу мақсатын алайық, бастапқы. Мысалы тірек сөздермен ұсынылған иллюстрация арқылы тақырыпты болжау деген осындай бір оқу мақсаты бойынша бүгін сабақ өтілетін болса, айтпақшы, сабақтағы ең негізгі мәселе осы оқу мақсаты. Бүкіл сабақ осы оқу мақсатына негізделеді. Бұл туралы Асхат өте көп жақсы материалдарды берді, жазды. Енді ізденіп үйреніп жатқан мұғалімдер оны біледі. Кітаптарда шықты Асхат. Осы бүкіл сабақ оқу мақсатына негізделгеннен кейін, демек осы оқу мақсатын мұғалім алдымен дұрыс өзі түсініп алу керек. Ары қарай осы оқу мақсат дегеннің екінші атауы ол күтілетін нәтиже. Оқушылардан осы сабақтан кейін күтілетін нәтиже. Осы оқу мақсатынан қандай нәтиже күтеміз деген. Демек, сол оқу мақсаты бойынша жұмыс ұйымдастыратын болса, бүкіл Қазақстан бойынша сол оқу мақсатымен ұқсас жұмыс жүреді. Демек, осы оқу мақсатын демек талап бірдей болады. Екіншіден бұл жай бір адамдар
өздері былай отырып осылай болса қалай болады деп жазған нәрсе емес мынау. Біраз ұзақ жылдық тәжірибенің нәтижесі. Сондықтан бұл керек нәрсе, маңызды нәрсе. Бұны дәл оның үстіне оқу мақсаты деген осы министрлік бекіткен құжатта берілген. Оқу мақсаты, оқу бағдарламасы, үлгілік оқу бағдарламасы министрлік бекітеді. Демек, мына оқу мақсаттарының жүйесі деген, оқу мақсаттар деген сол министрлік бекіткен осы жағы әрбір пән бойынша қалыптастыратын, мысалы тілдік пәндер бойынша, әдебиеттік пәндер бойынша қалыптастыратын дағдыларды тікелей жүзеге асырудың механизмі осы оқу мақсаттары. Осы оқу мақсаттары болмаса, онда мына жаңа оқу бағдарламасы ол кезде мүлдем бір жүзеге аспайтын бір керексіз нәрсеге айналып қалуы мүмкін. Ол шын мәніндегі анархия болады. Ол анархия болғанда дәстүрлі білім беру деңгейінен ары қарай кетуіміз мүмкін кезде біз. Мына өзі сондай бір жақсы жүйе, осы жүйені бұзбай, осы жүйе бойынша жұмыс істеуді үйренуіміз керек. Оның үстіне сіз дұрыс айттыңыз, біздің осы мұғалімдеріміз енді оларда тәжірибе жинап жатыр. Олар мысалы жаңартылған білім беру бағдарламасынікі мысалы ең соңғы 11 сыныптың толық білім беру жүйесіне енгізілгеніне 2 жыл болды бар. 2020-2021 оқу жылы осы толық 11 сынып толық енгізілді. Ол тәжірибе біртіндеп жиналады, мұғалімдер үшін де, басқалар үшін де. Бұл жерде енді мысалы мұғалімдердің көбісін өрлеуліктің артыру орталықтары оқытты, кейін тағы да біраз бөлігін педагог шеберлік орталық оқытты. Жалпы осы мысалы өрлеуді өзіміз жұмыс істеген жерде мысалы алып айтатын болсақ, біз мұғалімдерді осы бағдарлама бойынша оқыттық, мысалы тіл бойынша бір ай беріледі, бір айдың ішінде енді жақсылап үйретуге болады енді. Бірақ соның өзінде де нақты өзінің тәжірибесінен мұғалім өткізбейінше мына мәселелерді толық меңгеру мүмкін емес бәрібір. Сондықтан өрлеудің жұмысы тек мұғалімдерді оқытып қоюмен шектелмеу керек еді негізінен. Ары қарай курстан кейінгі қолдау мәселесі керек еді. Сол мұғалімдер осы қалай түсініп жатыр, қалай жұмысы жүріп жатыр, соға тренер жауапкер болу керек еді. Соны ары қарай жетеліктеп, соны біраз 1 жыл ма, 2 жыл ма сондай мерзімде курстан кейін қолдау болатын болса, мысалы 1 жылда жететін еді мүмкін. 1 жылдан кейін ол мұғалімде біраз деңгейге жетеді, сосын мектепте өзара тәжірибе алмастырады, бірін толықтырады, ары қарай кете береді еді. Қазір сондай бір проблема туындап жатқан кезде сол курста кейін қолдаудың болмай қалған туралы енді ойлаймыз. Енді жалпы мұғалімдердің біздің енді байланысымыз бәрібір бар. Мысалы WhatsApp басқа елдерде топтар бар, солардан келесі сұрақтар айтады, бірақ бәрібір мына бір жүйелі түрде бізде бір тренерде жауапкершілікпен, мұғалімде жауапкершілікпен жұмыс істейтін бір осылай тығыз байланыстағы жұмыс болған болса, ол кезде бұл бағдарламаның жүзеге асуы тезірек, тиімдірек болады еді. Мен солай ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді мына курстан кейінгі қолдау деген үлкен проблема. Негізінде осы бағдарлама жаңадан басталған кездері бұл курстан кейінгі қолдауға үлкен мән берілді. Кәдімгі тірек мектептер анықталып, әр ауданнан соған ұйымдастыру баруды деген мәселелерге назар аударылған, бірақ бірте-бірте енді түрлі себептермен осы жұмыс әлсіреп қалды, қазір тіпті қалды десе де болады. Мұғалімдер өзі бітіріп кетеді, сосын тренер мына жақта, өздері мектепте, сосын олар көбінесе анау ауданды, қалалық білім бөлімдерінің бағынышты әдіскерлеріне, ол әдіскерлердің ішінде әрине бұл бағдарламаны жақсы меңгергендері бар, мүлдем хабары жоқтары бар, мұғалімді керісінше адастырып жіберетін, тіпті ішінде осыған қарсылары да бар. Осыны қойыңдаршы деп білім бөлімінен келіп, оны мұғалімдерді айтып жатыр. Ана сол жаңартылған бағдарламаның бір мәселесін, деңгейліктің бір әдіс тәсілдерін айтса, бұны болдық қоятын уақыттарың болды ғой енді деп айтады да, білім бөлімінің қызметкерлері бар. Өкінішке орай. Енді бұл да бір проблема десе болады. Жаңағы курстан кейінгі қолдау шаралары жақсы жүрмей жатыр негізінде. Енді осыдан кейін жаңағы оқу мақсатын өзі жасаса деген тағы да ол мұғалімдердің бұрынғы дәстүрлі стильге қарай
кеткісі келіп тұрғанын, сол әдісті, жұмыс істеу әдісін тастағысы келмей тұрғанын көрсетеді. Бұрын мысалы әр сабақта осы бүкіл мұғалімдердің бәрі өзі қояды ананың мақсатын. Ол енді мына жерде үлгілік оқу бағдарламасында бүкіл республика бойынша мына сыныптағы, мына тақырыптың, яғни барлық тақырыптың оқу мақсатын мына мамандар жасап қойып беріп отыр. Ол енді жай қарапайым тілмен айтқанда оқу мақсаты деген. Мысалы, былай болуы мүмкін. Осы бір аптаның ішінде мынау Алматыға дейін жетуіміз керек деген мақсат. Енді шартты түрде қарапайым түсінікті қылып айту үшін Алматыға бір аптада Алматыға жетуіміз керек деген мына үлгілік оқу бағдарламасының мақсаты болса, ал егер оны әр мұғалім өзі қоятын болса, біреуі Қапшағайға дейінгі бір мақсатты қоя салуы мүмкін, біреуі Сарыөзекке дейінгі мақсатты қоя салуы мүмкін, біреуі бір ауылдан бір 10 километр жерге шейін ғана баратын деңгейдегі мақсатты қоя салуы мүмкін. Сонда ол әр мұғалім өзінің деңгейі немесе өзінің қалауы бойынша бір мақсат қояды да, жаңа бір аптада мына жерге дейін жетуіміз керек деген мақсатқа ол 100 мұғалім болса, оны ғана сол мақсатқа оқушыларды жеткізуі мүмкін, қалғандары әр жерде ортадан төмен деңгейде қалады деген сөз. Яғни мына талап қойғанда да ертең түрлі бақылау, бағалау жұмыстары болғанда да айқын мақсат, сен мына Алматыға жетуің керек еді ғой, сен неге ана Қапшағайда отырсың, немесе неге ана жақта Сарыөзекте отырсың деген сұрау да болады оқытушыдан. Осы тұрғыдан да өте тиімді. Енді қазір былай ауызша айтып жатқанда кейбір нәрселер түсініксіз болуы да мүмкін, бірақ осы жаңартылған бағдарламада тұман жоқ, бәрі айқын нақты. Бәрі нақты, бәрі айқын, және әр мұғалім мен мына сабақтың мақсатын қалай қояйын деп бұрынғыдай ойланып отырмайды. Анау неге кіріп, сол жерден барлығын көруге болады. Оны енді меніңше мұғалімдердің кейбір осыны білмейтін сияқты. Осыған да бір келесі жолдары бір нені уақытты осыған бөліп жаңағы ашып көрсетіп, қай жерден не алу керек. Бұл жерде енді мұғалімдердің ішінде жаңартылған бағдарламаны оқығаны бар, оқымағаны бар, оқыса да түсінбей кеткені бар, немесе жартылай түсінбей кеткені бар. Ал енді жаңартылған бағдарлама бойынша мамандар көп жұмыс істеп, осы мына үлгілік оқу бағдарламасын жасады. Оны сіз алып қарап, оқу мақсатын, сосын анау көптеген тапсырмаларды дайын күйінше алуға болады. Қазір біз мына ұзақ мерзімді жоспарға келеміз. Жалпы кейінгі бір кезеңдерде мына орта мерзімді жоспарға да тоқталуға болады. Осы жерде мына жаңартылған бағдарлама мұғалімдерге көп нәрсені дайын беріп отыр. Орта мерзімді жоспарды дайын беріп отыр деп айтуға болады. Ұзақ мерзімді жоспарды дайын беріп отыр. Бұрынғыдай отырып, мен өзімде мектепте мұғалім болған, анау күнтізбелік жоспар дейтін ұзақ мерзімді отырып өзіміз жасамаймыз. Орта мерзімді жоспар деген енді ол кезде болған жоқ, бірақ жаңағы күнделікті сабақ жоспары болады, оны күнделікті адам өзі жазатын. Қазір енді сол күнделікті, қысқа мерзімді сабақ жоспары деп айтамыз, бұрынғы күнделікті полурочный планды. Оның көбісі мына жаңартылған бағдарлама бойынша жасалып қойған. Тек қана бір 20-30, мүмкін кейбіреулер 50%-ын өзгертетін шығар, бірақ 50%-ын өзгертпейді көбісі, бір 70%-ы дайын тұр десе болады. Жаңағы қысқа мерзімді жоспарға керекті материал. Менің ойымша осы жаңартылған бағдарламаны қажетсінбей, ұнатпай жүргендердің көпшілігі осыдан хабары жоқ па деп кейде ойлаймын, біріншіден. Екіншіден, жаңа нәрсені үйренгісі келмейтін адамдар. Келісесіз ба онымен? Жоқ, келіспейсіз ба? Жалпы оқу мақсаты жаңа бір нәрсені тоқталып кетуге тура келіп тұр. Мысалы, қазір жаңартылған деген ол ескірді, ол қалды деген түсініктер де бар кейбір мұғалімдерде. Жалпы қазіргі мектептегі сабақтар осы бағдарлама, жаңартылған бағдарлама бойынша жүріп жатыр. Жүруі тиіс. Сол бойынша, мысалы, министрліктегі басқа өзгеріс жоқ. Сол мына бағдарлама 2017-25 қазанда бекітілген болса, демек осымен жұмыс жүріп жатыр. Бұдан кейін басқа оқу бағдарламасы шыққан жоқ. Сондықтан жаңартылған деген ескірді деген сөз айтылмау керек. Ол жаңартылған бойынша біздің жұмысымыз енді басталды. Әрі қарай жалғасу керек. Жетілдіретін болса жетілдіру керек жерлер бар. Бұл жас жолда қалдырмау керек деген ғой.
Ал енді бұл осы жерде негізгі мақсаты, дұрыс айтасыз, оқу мақсаты, жалпы оқу мақсаты деген тек ол сабақтағы оқушылардан күтетін нәтиже емес, осы енді соған да байланысты, бірақ бүкіл бағалау оқу мақсатына негізделеді. Ол мысалы қысқа мерзім сол сабақ барысында бағалау болсын, бөлім бойынша бағалау болсын, 90 бойынша бағалау болсын, бәрі сол оқу мақсаттарына негізделеді. Оның үстіне осы оқулықтың өзі де оқу мақсаттарына негізделеді. Себебі оқулықта сол оқу мақсатына жетелейтін нақты бір тапсырмалар, иә. Тәсілдер болу керек еді сол үшін. Мәтіндер деген сияқты. Енді дұрыс айтасыз, осы жаңартылған білім беру бағдарламасы деген жалпы осы тек бағдарламамен шектелмейді. Оған қосымша көп материалдар берген. Мына оқу бағдарламасы енді бұл ресми министрлік қол қойған құжат. Мұғалімдер бұны осындай оқу мақсаттарында жүзеге асыру міндеті бар. Олар міндетті оны орындай алмайды. Мысалы басқаша өзгертіп, кейде былай да болады. Мысалы кейде осы оқу мақсаттарын сәл өздерінің ыңғайына қарай өзгерте салады. Мынау қиындау бара жатса десе, сәл өзгерте салатындай жағдайлар. Олай болмайды, неге десеңіздер, ол қалған тәжірибеде келе жатқан оқу мақсаттары оны сөзсіз орындау керек. Ал осы орындау керек деген талапты үкімет қойып отыр да, қосымша осының қалай орындау керектің өте көп материалдарын береді. Қадамдар беріп отыр. Материал қосымша ресурстық материалдар бар. Мысалы, осы ең негізгі мәселе оқу мақсаты дейтін болса, осы оқу мақсатымен жұмыс істейтін ең бірінші құжат ол қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы. Сол қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағында әрбір оқу мақсатымен қалай жұмыс істеу керек. Демек, сол оқу мақсатының бұлым бойынша ойлау дағдылары деңгейі қайсысына сәйкес келеді, осы жерде бағалау критерийі қалай болады, сосын тапсырмасын береді, сосын дескриптор береді, бәрін дайын етіп береді. Біріншісі сол, одан кейін өзіңіз айтқан жаңағы орта мерзімді жоспар, оқу жоспары, ол жерде бір оқу мақсаты егер де әр 90-дан қайталанатын болса, кемінде 4 рет қайталанатын болса, 4 рет осы оқу мақсатымен, енді ана қалыптастырылған тапсырма жинағында тек оқу мақсатымен қалай жұмыс істеу керек берілген болса, орта мерзімді жоспарда немесе оқу жоспарында бүкіл сабақты қалай ұйымдастыру керек. Мысалы, тыңдалым бойынша оқу мақсаты болатын болса, сол оқу мақсатына жету үшін алдымен сол тыңдалым алды тапсырмасы қалай болу керек. Сосын анау жүзеге асыратын тыңдалым оқу мақсатына қандай тапсырма беру керек. Одан кейін оны қорытындылау үшін тыңдалымнан кейін тапсырма. 3 тапсырмасымен беріледі ол жерде. Кейін тағы мысалы интернетте SMK Edu.kz деген сайт бар, бағана сіз айтқан. Осы сайтта осы Назарбаев зияткерлік мектебінің тағы басқа мектептердің жақсы мұғалімдердің жақсы тәжірибелерінің қысқа мерзімді жоспарлары да қойылған. Сол қысқа мерзімді жоспарлар ол жерде тек сол жоспарға қосымша соның презентациясы да беріледі. Дидактикалық материалдар беріледі. Сосын тақырыпқа сай келетін аудио, видео материалдар да бар. Ол сондай бір жақсы жасалған жүйе, оны сақтап көшіруді ол көлемде өте жақсы мамандар жасағаннан кейін тез түсіріп да болады. Демек, мына жерде жұмыс былай бір қарап, егер оқу мақсаттарды былай алып, мына жерде мысалы мен не істеймін дейтін болса, басқа адатын болса, егер мұғалімдің тәжірибесі жетпей, ол кезде бағана сіз айтқандай қай жерге қарап осы бойынша қандай сабақ ұйымдастырады, соны табуға болады. Ол мүлдем өзінің бас қатып не істерін білмейтіндей бір жағдай емес қазір кетті. Барлық материал жеткілікті. Сол интернет болсын, қағаз цифрлы болсын, басқаша болсын, бәрі жеткілікті. Тек соны таба білу керек, кейін өзі соның қайсысын дұрыс көрсе, сонымен сабағын ұйымдастыру керек. Бір жағынан бұл өте жақсы ойластырған жүйе болғандықтан, дұрыс осының ішіне кірген, дұрыс түсінген мұғалім үшін осы жүйе бойынша жұмыс істеуінде меніңше өте бір қызықты болу керек деп ойлаймын. Иә. Мына үлгілік оқу бағдарламасы, құрметті әріптестер, пән бойынша бұл біз қазір енді қазақ тілінің негізінде тоқталып жатырмыз. Пән бойынша үлгілік оқу бағдарламасының тағы бір ерекшелігі тоқтала кететін. Мысалы, осы айқын оқу мақсаттарының жүйесі неге берілген? Бұл оқу мақсаттарының жүйесі ана
Маңғыстау облысында мектепті бітіріп жатқан бала да белгілі бір деңгейде, мына Алматыда бітіріп жатқан баламен, Қостанай облысында, Қостанайда бітіріп жатқан балалармен белгілі бір деңгейге дейін жету керек. Біреу мысалы оқу мақсаттарын әркім өзі қоятын болса, біреу жаңағы орта деңгейде, ана Маңғыстауда бітірген бала, Алматыда бітірген бала, Таразда бітірген бала әр жерде қалмау керек. Олардың бәрінің деңгейі шамамен ана алға қойған мақсатқа лайықты болу керек. Жеткізе алдым, осыдан бірнеше жыл бұрын осы мәселені, ол кезде әлі жаңартылған бағдарлама енді басталып жатқан болатын. Ана Асқарбек Құсайынов деген педагог маманымыз бар, сол кісі де көтерген. Мысалы, Қазақстанның әр жерінде бітіріп жатқан, 8 бітіріп жатқан бала, мына математикадан немесе физикадан білетінді, ана екінші бір жерінде бітіріп жатқан бала біле ма, жоқ па, бізде осындай бір проблема бар деп. Осы проблеманы мына жаңартылған бағдарлама бізге осыны шешіп, айқындап беріп отыр. Одан кейін тағы бір біздің мына мектепте, колледждерде жұмыс істейтін әріптестерімізге айтатын, сіз жаңартылған бағдарламаны, бұл жаңартылған бағдарлама қалмайды бүгінмен. Бұл бір уақытша, бір маусымдық жұмыс емес. Біз осы бағдарламамен ары қарай жүреміз, білім беру жүйесі. Сондықтан мына мектепте ары қарата жұмыс істеуге ниетті әр маман мынау жаңартылған бағдарлама бойынша материалдарды алатын сайтпен жақсы жұмыс істеп үйрену керек. Сол материалдарды алып пайдаланып үйрену керек менің ойымша. Одан кейін екінші бір үлкен нәрсе Блум таксономиясы деген не? Блум таксономиясын жаңағы жақсылап, тереңдеп үйрену керек. Жаңартылған бағдарлама бойынша жақсы сабақ беруін керек дейтін маман. Солай ғой, е? Дұрыс. Енді мына ұзақ мерзімді жоспарға осы бір нәрсе тағы да тоқталып өтіп кетсек деймін. Мысалы, біз оқу мақсаттары деп жатырмыз. Мысалы, мұғалімдер былай түсінікті, енді мектепте жұмыс істемейтін адамдар оның не екенін түсінбей қалып кетеді. Сондықтан мысалы бір оқу мақсатын мысалы спиральді тұрғыдан қалай берілгенін оқып өтіп кетсек, мысалы 5 пен 9 алайық. Ары қарап өтпей ең бастапқысын жағымен бастаған. Мысалы, мынау тыңдалым мен және айтылымдан бірінші, мынау тыңдалым айтылымда негізгі дағды десек, соның ішінде қосымша дағдылар болады. Сол қосымша дағдының біріншісі болжау. Мысалы, 5-ші сыныпта оқушы тірек сөздермен ұсынған иллюстрация арқылы тақырыпты болжайды. Демек, оқушыға тек тірек сөз берілді, иллюстрация берілді, ары қарай оқушы ойланады. Енді 6-да дәл осындай болжауға байланысты, бірақ 5-ке қарағанда сәл күрделірек оқу мақсаты қойылған. Мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілген мәселені болжау. Жаңағы біріншісі 5-ші сыныпта тек тақырыпты болжаған болса, тірек сөздер арқылы немесе иллюстрация арқылы мына жерде мәтіннің атауын талқылайды. Бұл бір сабақтық жұмыс болуы мүмкін. Немесе алғашқы бөлігін тыңдау арқылы бұл жерде көтерілген мәселені болжау. Тақырыпқа қарағанда көтерілген мәселесі басқа сала мәселе. Демек, бұл жерде оқушының ойлау дағдысы, ойлау деңгейі жоғарылап жатыр. Енді 7-ші сыныпта мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Демек, бас жағын бір бөлігін тыңдады, ары қарай қалай жалғасады, ол өзі жалғастырады. Ол қалай аяқтайды оны. Оның бәрі оқушының студенттің шығармашылығынан ойлау деген жағы жай айтылған сөздер емес, осындай нақты оқу мақсаттарымен жүзеге асады дегеніміздің бір дәлел болып кетсін деймін да. Енді біз тек бірінші сынап жатырмыз. Енді 8-ші сыныпқа шыққан кезде осы болжау тағы да күрделене түседі. Мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып көтерілген мәселені болжау. Демек, бір дәйек сөздерді үзінділерін алады да, соған негізделе отырып, бұл мәтінде қандай болжау. Жаңағы мәтінді тыңдады, дәйек сөздерін, ары қарай сол қандай көтеріліп жатыр мәселе. Ары қарай абстракт ойлау жүйесі жерде жақсы дамиды. 9-ші сыныпта мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру және сол салыстыру мәселесі. Бұл жерде мәтіндің мазмұны сұрақтары бойынша болжаммен жауап береді, кейін мәтінді тыңдап, немесе оқып,
өзінің жауаптары қаншалықты сол сәйкес келді. Бұл да енді ана 5, 6, 7, 8 қарағанда күрделі деңгей. Демек, былай қарасаңыз, бұл мысалы оқу мақсаттарының жүйесіндегі ең алғашқысы, ең біріншісі болжаумен осылай оқу мақсаттары берілген. Спираль қағидат деген біртіндеп күрделеніп, біртіндеп тереңдеп, сол мәселені жан-жақты меңгеру үшін бір қызмет жасайтын бір жүйе. Енді бұл тілге қалай қатысы бар деген сұрақ туындауы, бірақ тіл деген ол мысалы тілмен ойлаудың тікелей бір-біріне байланысы бар ғой. Тіл деген тек дыбыстау емес, ол ойлау жүйесі. Демек, осы тіл сабақтарында оқушыларымыздың ойлау жүйесін дамыту, синтуғдан ойлау болсын, жүйелі ойлау дейді, шығармашылығынан ойлау дейді, креативті ойлау дейді, соның бәрін қалыптастыру деген, ол осындай, тек бірін алдық қой біз, осындай оқу мақсаттары арқылы жүзеге асады. Енді осы болжау деген бірінші сыныптан басталады, 11-ға дейін барады. Осындай бір жақсы жүйе бар. Бұл мысалы зат есімді, сертифтерді, қосымшаларын білгеннен мысалы оқушы үшін әлде қайда тиімді. Ана жерді тек жаттайды оқушы. Мынау сертифтің қосымшасы, мынау сұрақтар, мынау екен дейді болды. Ол өмірде ол ешқашан мен мынау сертифті қолданып жатыр, мына жерде мына сертифтің қосымшасын қолдану деп ешқашан ойламайды. Ол автомат түрде кете береді. Ал мына тіл сабақтарында не болып жатыр деген кезде оқушылардың ақыл ойын тереңдетіп жатыр. Оларды бір шын мәнінде қоғамда осындай бір проблеманы шеше алатын дейміз, әрқандай бір мәселе бойынша өз белсенділігін таныта алатын бір тұлғаны қалыптастырады. Шын мәнінде бір тұлға қалыптасады. Егер де осы бүкіл оқу мақсаттарын енді біз тілді алып жатырмыз. Басқа да қаншама пәндер бар. Сол басқа пәндердің бәрі осындай жүйемен жасалған. Солардың бәрі шын мәнінде осылай жүзеге асатын болса, ол кезде шын мәнінде біз ана өткенде айттық қой, 21-ші ғасырдағы адамдардың бойында болатын дағдылар, негізгі дағдылар деген кезде соның ішінде жасын тұрғыдан ойлау бар, әлеуметтік қарым-қатынас мәселелері бар. Соның барлығы осы оқу мақсаттары арқылы жүзеге асады. Бұл шын мәнінде бұл жақсы ойластырылған жүйе, біздің білім беру жүйесінің дер кезінде уақытында енгізіп жатқан жүйе. Бұның жемісін бүгін енгізіп ертең көру асығыс болып қалады. Бұның жемісі кемінде бір 4-5 жылдан кейін көрінуі мүмкін. Ең толық жемісі қай уақытта көрінеді дегенде, осы 1-ші сыныптан бастап 11-ші сынып аяқтағанға дейін осы жүйемен оқушыны көрген кезде, сол кезде мынаның нәтижесін көрсек болады. Демек, оның әлі нәтижесін көру үшін біз мына жұмысты толық бір неден циклдан өткізуіміз керек қой, ондай цикл өткен жоқ қой бізде. Жақсы. Осы жерде мынандай бір проблема бұрын жиі айтылатын, бұрын осы жаңартылған деңгейлі бағдарламалар енбей тұрғанда мектепте. Мынандай бір 5-ші класста өткенбіз, мәселен таксис. Неге біз 9-да қайтадан өтіп жатырмыз? Немесе сөз таптарын 6-ші класста өтіп едік, мына 10-ші сыныпта тағы өтіп жатырмыз деген сияқты мәселелер жиі көтерілетін мектепте, мектептің бағдарламасына байланысты. Ол енді бір заңды, өзекті мәселе болатын. Ал енді тура осы мәселенің шешімі мына жаңартылған бағдарламада тұр. Ана 5-ші сыныптағы проблеманы 6-ші сыныпта қайталанбайды. 5-ші сыныптың проблемасы 6-ші сыныпта ол өзгеше тереңірек. Одан 7-ші сынып тереңірек, одан 8-ші, одан 9-ші сынып солай күрделеніп кете береді. Бұрынғыдай мынаны қайтадан жаңа құрмала сөйлемді тап, немесе жалғаумен жұрнақтап, қайталап сол бір нәрсені, немесе бірнеше нәрсені сол 10-ші сыныпқа дейін қайталап отырмаймыз. Осы тұрғыдан жаңартылған бағдарлама бір терең халықаралық стандартқа сай жасалған жақсы бағдарлама. Сосын осының ішіндегі тапсырмаларға байланысты да ата-аналар тарапынан наразылық көп болады. Мысалы, жаңа сіз айтып жатқан болжау стратегиясы. Болжау стратегиясы мынандай бір тапсырма, жаңағы мәтіннің екі несі бөлігі, абзац дейміз, оқылады. Сосын ары қарата балаға тапсырма берілген, ары қарай не болады деп ойлайсың. Болжау стратегиясы. Енді соған ата-ана мысалы ренжіп отыр. Мен балам қайдан біледі оны ары қарата не болады? Мынау бір қызық тапсырма екен. Неге осындай тапсырмаларды береді деп? Жоқ, сіз қуануыңыз керек, осындай тапсырма балаңызға берілгеніне. Бала
ары қарай не болады екен болжап өз ойын айтып көрсін. Содан кейін барып ана мәтіннің жалғасын ертең жаңа аудио түрінде оқи ма, ой тыңдай ма, жоқ қағаз түрінде оқи ма, оны жалғастырып оқығанда өзінің болжағандағысын ана болжаммен салыстырады. Немесе оның болжамы ана мәтіндегі болжаммен бірдей болуы міндетті емес. Ол баланың өзінің ой өрісіне, талдау жасай алу, болжау жасай алу дағдысына байланысты. Жалпы осындай жаңа стратегияларды сабақта қолданып жатқанға ата-аналар қуану керек. Неге? Сіздің балалар қазір біздің заманымыздағыдай емес, олардың заманы тіпті күрделі, олардың заманы тіпті жылдам. Олар 21-ші ғасырдың адамдары. Енді, мысалы өзіңіз былай ойлап қараңыз, жаңағындай болжау стратегиясын, мен бір ғана стратегияны айтып отырмын, болжау стратегиясымен ол бір жоқ дегенде бір 10-20 рет тапсырма орындады дейік. Оның ойлау жүйесі дамыды ана тапсырмаларды орындай отырып. Және ол ертең мысалы жаңа өмірде қолдану деп жатырмыз ғой. Ертең мынау жоғары сыныпқа барғанда ол болжайды. Мен медициналық университетке мысалы жаңағы мынаны осының бас жағын беріпті да, соңын бермепті. Менің балама өзің тап депті деп отырған бала, сіздің балаңыз ертең мединститутқа түсейін деп отыр, бірақ ол ары қарата не болатынын білмейді. Немесе педагогикалық вузға түсейін деп отыр, ары қарата не болатынын білмейді. Немесе политехникалық вузға түсейін деп отыр, ары қарата не болатынын білмейді. Осы жерде ол жаңағы болжау стратегиясымен жұмыс істеген бала болжайды әрқайсысын. Мен мына педагогикалық оқу орнына барып түсіп оны бітірсем қалай болады, медициналық барып бітірсем қалай болады, немесе политехникалыққа барып бітірсем қалай болады, болжап ішінен өзіне сәйкес келетінін, ыңғайлысын, өзінің жаңағы көңілдегісін көп жаңа болжау стратегиясы деген өмірде де оған көмектеседі. Немесе тіпті мен үйленгенім дұрыс дегенде де, сондай бір адамның ойлау жүйесі жақсы болған, оның тіпті дұрыс жар таңдауына да ертең өмірде көмектеседі. Осындай сәттерді ескеру керек. Жаңартылған бағдарлама тек қана оқушыларға мына оқу материалын ғана игеруді үйретіп жатқан жоқ. Ол адам болып қалыптасу үшін керекті дағдыларды үйретіп жатыр. Сондықтан бұл бір терең бір философиясы бар бағдарлама, керек бағдарлама. Бұны тек қана үйрену керек, түсіну керек, қолдану керек. Дұрыс. Бұл енді біздің өткенде айттық, біздің қоғамымыздың шын мәнінде эволюциялық жолмен дамуының негізі. Демократиялық жолмен дамуының негізі осы бағдарламада жатыр. Сондықтан біз мысалы дамыған елдердің қатарына енуіміз керек деген стратегия ол жай айтылған сөз емес, ол осы біздің адами капиталымызды дамыту арқылы жету. Ол жеткізілетін нәрсе, ол біздің қолымыздан келмейді деуге болмайтын нәрсе. Ол сөз қолымыздан келеді. Оның үшін осы біз өзіміздің мектептен бастап оқушыларымызды тұлға ретінде қалыптастыруымыз керек. Осы 21-ші ғасырда оқушылардың бойында болуға тиіс қасиеттердің бәрі бар. Ол үшін мынандай жақсы бағдарламалар бар, нақты механизм қарастырылған. Тек мұғалімдеріміздің міндеті осы бойынша жұмыс істеу. Қазір министрлікте осы мұғалімдерге көбірек мысалы мән беріп жатқанын, бұрынғыдай мұғалімдердің қағазбастылығынан азайтып, олардың әрқандай бір әкімдердің әкімшіліктің жұмыстарынан босатып, арнайы педагогтың статусы туралы заңдарды қабылдап жатқанының барлығы осы біздің қоғамымыздың осындай эволюциялық жолмен дамытып, шын мәніндегі жағы дамыған елдердің қатарына енгізудің бір алғышарттар осы. Ол болатын нәрселер. Ол біздің қолымыздан келетін нәрсе, себебі осындай жақсы бастама бар. Жақсы, рахмет. Енді құрметті әріптестер, қоғамда біздің қоғамымыз артқа кетпесін, алдыға қарай жүрейік, өркениетті елдердің бағытымен жүрейік десек, осы бағдарламаны үйреніп, сол бағдарлама бойынша жұмыс істейік. Бұл тек қана жалғыз мұғалімнің қолында емес, ата-аналар тарапынан қолдау керек, қоғам тарапынан қолдау керек. Олар да өз тарапынан осыны бір элементін болса да түсініп, біліп алуға тырысса, бір нұр үстіне нұр болар еді ғой деп ойлаймын. Дұрыс.